Келесі тапсырма. Шығармадан өзіңізге ұнаған сюжеттен 2-3 үзіндіні мәнерлеп оқып беріңіз. Кенет есіне Шыңғысханның ескі өсиеті түсті. Шыңғысханның жер-жиһанға аты жаңа тарап, 40-тан асып бара жатқан кезі екен. Жанында бір топ нояны бар. Аң аулап келе жатыпты. Кенет жас ноян Сүбітай Баһадүр, «Тақсырхан, қараңызшы!» деп оң жақтарындағы биік жартастың етегін көрсетіпті. Биік құз етегі қалың көгал шөп, ортасында селдір құрақты бұрала сылдырап аққан күміс бұлақ. Осы бұлақтан су ішіп бір топ киік тұр. Жел қарсы жақтан болғандықтан киіктер Шыңғысхан тобының сыбдырын естір емес. Ханның оң жағында келе жатқан ноян иығынан садағын жұлып алып, киіктің шеткі марқа қошқарын іліп түспекші боп көздей бастады. Бірақ Шыңғысхан «Тұра тұр!» деп қолын көтеріп, садағын тартқызбай қойды. Ханның қырағы көзі дәл осы сәтте басқа бір кереметті шалып қалған. Ол алдыңғы жағына ентелей қарады. Сөйткенше болған жоқ, нояндар киіктердің ар жағындағы көлден шығып, шың түбімен өрмелей келе жатқан ұзындығы 5 құлаштай қара шұбар жыланды көрді. Әлгі ноян енді садағын киіктерге қарай ақырын жылжи таяған әп жыланға көздей бастап еді, Шыңғысхан қолын көтеріп тағы атқызбай қойды. Киіктер өздеріне жақын қалған ажалды сезді ме, кенет құлақтарын едірейтіп, жан-жақтарына елеңдей қарады да, айдаһарды көріп ата жөнелді. Бірақ олар тым кеш қимылдады. Әп жылан лақтырған бүйендей кенет жуан шұбар денесін сопаң еткізіп, бір ытқытты. Сол сәтте шеткі жас киік бақ ете қалды. Жыланның орала түскен балуан денесінің бір сығуынан киік қалмады. Екінші рет бақыруға да жарамады. Жас сүйегі сытыр-сытыр сынып, заматта жан берді. Енді жылан жазылған арқандай 5 құлаш денесін созып жіберді де, арандай аузын ашып, киікті жұтпақ болып ыңғайлана берді. Жаңағы ноян 3-ші рет садағын кезенді. Шыңғысхан бұл жолы да оны тоқтатты. Жылан киіктің бас жағынан шығып, енді жұта берем деген кезде кенет шаңқ еткен дауыс шықты. Қайдан келген белгісіз, кереге қанат, ақ иық, қыран көктен түскен тастай жарқ етіп, айдаһардың үстіне құлады. Екі алып алай-түлей жұлысы да қалды. Қайсысының қыран, қайсысының жылан екенін білу қиын. Бірі қара шұбар, бірі тарғыл жүнді таудың ақ иығы. Тек бірін-бірі құшақтай жұлқыласқан жанталасқан жартас етегінде шыр көбелек айналып, домалаған, будақталған түйін ғана көрінеді. Көктен түскен қыран сірә қанжардай тырнақтарын жыланның ең жанды жерлерінен салған болу керек. Анау оны қанша орап алып, сығып құртам десе де болмады. Сүт пісердей алысқаннан кейін айдаһар иірілген денесін дірілдей созып, кенет сылқ етіп құлап түсті. Бүркіт айдаһардың шу дегеннен ақ бір аяғымен көк желкесінен ап, екінші аяғын омыртқа тұсынан сап, артына қайырып өлтіргенін нояндар енді көрді. Адамның басы мен аяғын ұстап, артына қайырып омыртқасын сындырып өлтіретін нағыз Шыңғыс жаналғышы дерсің. Қыран жыланның басын денесіне дарып тапты. Ананың тек ереліңдеген бөксе жағы ғана қыранға жабыса беріпті. Қанжардай өткір сояу тырнақтар қойсын ба, көк желкеден түсіп, тамағына дейін бүріп, айдаһарды әрі тұншықтырып, әрі арқа сүйегін күйретіп жіберіпті. Ақ иық айдаһарды өлтіргеннен кейін нояндар енді оны жас бағлан киіктің етімен тояттанар деп ойлады. Жоқ, олай болмады. Бүркіт киік етіне көзде салмады. Әлі жаны шығып бітпей, ақырын ғана діріл қағып жатқан әп жыланның денесіне қанжардай сояу тырнақтарын салып жіберіп, әп сәтте күл паршасын шығарды да, бөлшектенген етімен қомағайлана тояттана бастады. Әбден тойып алғаннан кейін ғана барып, анандай жерде жатқан киікті көтеріп алды да, кереге қанаттарын жая, шаттана шың басындағы ұясына қарай шырқай жөнелді. Әп жыланның 5 құлаш ұзындыққа жетуі үшін ең аз дегенде 100 жыл өмір сүру керек екенін білетін бір нояны Шыңғысханнан: «Ұлы хан, әлгі қыран жас бағлан киіктің етімен емес, кәрі әп жыланның сіңір етімен неге тояттанады? Сол жас бағлан еті үшін өзі әп жыланға түскен жоқ па еді?» деп сұрады. Сонда Шыңғысхан: «Досыңнан қасыңның еті тәтті, ал қасыңнан өзіңмен алысқан жауыңның еті тәтті» депті. Әңгіме бұнымен бітпеген. Шыңғысхан қартайып келе жатқан кезінде тағы да аңға шығады. Баяғы өздері көрген шыңның жанынан өтіп бара жатқандарында қазір егде тартып қалған Сүбітай Баһадүр тағы да: «Ұлы хан, қараңызшы!» деп шың жақты көрсетеді. Нояндар жалт бұрылады. Бір жағын пышақпен кескендей баяғы қап-қара биік құз. Осы құздың тұсынан ұзындығы 3 құлаштай қара шұбар әп жылан жоғары өрмелеп бара жатыр. Жартастың орта шеніне таяп қалған. Қырағы көздер көріп тұр. Жартас түстес шұбар жылан жоғары қарай ақырын қозғалады. Құлар болса өзінің де тамтығы қалар емес. Бұны осыншама қауіпке салар қандай күш? Күш біреу. Ол ата кегі.
Мынау шұбар аждаһа баяғы қыран өлтірген аждаһаның ұрпағы екені сөзсіз. Сондағы жартас, сондағы ұя, атадан әкеге, әкеден балаға қалған өшпенділік. Әр жылжығаны ажал. Осынау қауіпті сапарға бұл жас аждаһаны да аттандырған сол ежелгі өштік. Нояндар шың басына қарады. Ернеуіндегі қуысқа жабыстыра салған қыран ұясы. Жаз ортасы. Қыран балапандарының қанаттанып ұшып кете қоймаған кезі. Өздеріне жылжып келе жатқан ажалды сезгендіктен бе, олардың үрейлене шыққан шыңқылы еміс-еміс естіледі. Нояндар жылан сырын енді түсінді. Мынау әбжылан ата кегін енді қарт қыранның балапандарынан алмақ. Шыңғысханның оң жағындағы қазір қартаң тартқан баяғы мерген бас ноян садағын қолына тағы да алды. Шыңғысхан осыдан 25 жыл өткендей, оны тағы тоқтатты. Жас жылан келе жатқанымды көріп балапандарының күні бұрын зәресі ұшып өлсін дегендей асықпай жылжиды. Ұяға міне 3 құлаш жер қалды. Тағы да жылан өрмелей түсті. Енді 2 құлаштай ғана қалды. Жылан енді бір өрмелесе ұяға да жетеді. Қарт қыранның балапандарының жас қанын ішіп, ол ата кегін қайтарады. Жылан енді ақырғы рет өрмелеп, ұя аузына да жетті. Қыран балапандарының шырылдаған дауыстары енді анық шықты. Мерген ноян тағы да садағын қолына алды. Шыңғысхан тағы да тоқтатты. Жыланның басы қыран ұясы салынған қуысқа кіре берді. Дәл осы кезде кереге қанаттары суылдап, қыран да жетті. Бұл сөзсіз баяғы қыран. Бірақ қанат серпісі баяғыдай дауыл тұрғызар екпінді емес, қартайған. Әйтсе де жаратылысынан жасқанымды білмеген жау жүрек қыран, қартайдым, алысар қуатым жоқ деп жас жыланның сескеніп шегінген жоқ. Алыс жолдан талып келген қанатын ең ақырғы рет пәрменінше сілтеп, жартастың дәл төбесінен бауырлай түсіп, бір аяғымен жыланның құйрығынан іліп, төмен қарай лақтырған тасша құлады. Жыланның басы сопаң етіп шығып, шұбар денесі бір мезет жазыла көрінді де, әп-сәтте қайтадан жиырылды. Енді оның лақа балық басындай жалпақ басы жоғары қарай көтеріле берді. Бірақ жылан басы қыран денесіне тиіп үлгермеді. Сын айқаста тәжірибе алған қарт қыранның бос аяғының мұқала бастаған, бірақ әлі де сояудай тарбиған тырнақтары жыланның тасырайған қос көзіне барып қадалды. Екі алып осылай айқасқан қалпында жерге келіп құлады. Тағы да баяғы жан аяспас жұлыс, орала жұмарланған денелер. Жастың аты жас. Бұл жолы әбжылан қыранды ортан белінен орап алғанды. Күші қайтқан қыранның мұқалған тырнақтары аждаһаның құйрық жағын босатып жіберді. Бұл жолы алыс ұзаққа созылған жоқ. Қыран бір мезетте жылан құшағынан босап шыға берді. Ол енді бір қанатымен жерді сабалай, ілби шоршып жанындағы кісі бойлы жартасқа шықты. Бұл кезде қыранды қоя берген әбжылан құйрығымен жер сабап, иіріле дөңбекши өзімен өзі әуре боп жатты. Қыран қырындау жағынан шығып, тастың басына барып отырды да, жерге тулап жатқан жыланнан көзін алмай қатты да қалды. Шыңғысхан тобынан да сескенбеді. Өз денесін өзі тауға да, тасқа да ұрып тулап жатқан жылан әрі-беріден кейін әлсіреуге айналды. Қыран әлі қозғалған жоқ. Жылан өрім-өрім болған денесін ақырғы рет бір мәрте жиырды да кенет жазыла бастады. Тас басында тапжылмай отырған қыран осы сәтте қуана шаңқ етті. Кереге қанаттарын жайып жіберіп көкке қарай талпынды. Бірақ түбінен опырылған бір қанаты екінші рет қағуына жарамай, ол төмен қарай жантаяқ құлап, жаңа ғана өзі көтерілген жартастың сүйір ұшына кеп кеудесімен ұрды да шалқасынан түсті. Екінші рет көтеруге жарамады. Ақырғы рет қанталаған көздерімен көк аспанға қарады да, бір-екі рет сау қанатымен дірілдей жерді соғып, тына қалды. Шыңғыс тобы шың етегіне таяды. Қыран бір аяғының тырнағымен жыланның қос көзін ойып түсіріп, екінші аяғының тырнақтарымен кеңсірігін ет-метімен жұлып алыпты. Жылан әлсіреп барып жан тапсырыпты, бірақ бұ да өсесін жібермепті. Алып денесімен орап, қыранның бір қанатын топшысынан сындырыпты. Жыланның өлгенін көргенде шаңқ етіп қуана шыққан қыран даусы әлі құлағында тұрған Шыңғысхан, мына қыранның арманы жоқ деді. Ол алғашқы жолы өзінің қайратты кезінде тайталасқан жауын алысып жеңді. Бұл жолы өзі өлсе де балапандарын ажалдан құтқарып өлді. Мына аждаһаның балалары өсіп, өшін алғанша анау шың басындағы ұядағы балапандар да қыран болады. Олардың өз тартыстары басталады. Ал қарт қыран өз борышын атқарып ажал тапты. Өзі барда ұрпағына қауіп тудырар жауын құртып кетті. Осылай ажал тапқан ақиық ақырғы рет көк аспанға қанат жайып, өлер алдында қуана шаңқ етті. Сендер де осы қырандай болыңдар. Ажал сағаты келгенше моңғолдың ұлы тағына қауіп қатер туғызатын жауларыңды құрта беріңдер. Сөйтсеңдер, бұл жалғаннан әлгі қырандай армансыз өтесіңдер, деп сөзін бітірген.